Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Таңшолпан. Бүгін біз луковый конвертке дайындайтын боламыз. Бар болғаны қамыр мен көк пиязымыз болса болғаны. Және де менің видеома лайк басып, комментарий қалдырып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Сонда келесіде менің видеоларым сіздерге көрініп тұратын болады. Ең алдымен ұнымызды барлығын таразыда өлшеп аламыз. Онға суды кішкене тұз қосып, жақсылап осындай видеодағыдай қамыр илейміз. Оның июін қандырып 10 минутқа қойып қоямыз. Ол кезде ортасындағы салмасын дайындайтын боламыз. Біздің көк пиязды тек жасыл көгін ғана алатын боламыз. Пышақтың көмегімен жақсылап турап аламыз. Және де үйлеріңізде сыр болса, сыр қосуға болады. Көк пиязымызды турап алған соң, барлығы 70 грамм шығу қажет. Және де осындай қасықтың ұшымен қана сода қосып араластырып қоямыз. Одан соң бір қасық осындай 60 грамм болу қажет. Он және де кукурузный крахмалды алып араластырып қоямыз. 4-тен 1 стакан, яғни 60 грамм. Одан соң 70 грамм сары майымызды ерітіп аламыз. Осындай сырды теркадан өткізіп, және де көк пиязымызды дайындап қоямыз. Одан кейін біздің қамырымызды астына ұнымызды төсеп, 6 бөлікке бөлеміз. Және де қамырды жайған кезде біздің ұн мен крахмал араласқан қоспамызды сәл көбірек қосуды ұмытпаңыздар. Өйткені біздің қамыр тек суға иленген болғандықтан жабысып қалу қаупі бар. Сондықтан көбірек қосуды ұмытпаңыздар. Қамырымызды видеодағыдай етіп, домалақ шариктер жасап, одан оқтаудың көмегімен жаямыз. Видеода барлығы анық көрсетілген. Осы әдіс бойынша жасасаңыздар керемет болып шығады. Бірінші осылай домалақ етіп жайып аламыз. Одан соң барлығын бірге жаятын боламыз. Осы кезде арасына ұн себуді ұмытпаңыздар. Барлығын бірге осылай жаямыз. Біздің қамырымыз жұқа болуы қажет. Осылай жайып болған соң, бар қамырымызды осылай ажыратып аламыз. Және де біздің алдын ала ерітіп алған сары майымызды жағып, бетіне сырымызды және де көк пиязды жұқалап төсеп, конверт сияқты 4 бұрыш етіп, біздің қамырымызды ораймыз. Барлығы видеода анық көрсетілген, және де барлығының құрамын мен видеоның астына қалдырамын. Сондықтан менің видеомды соңына дейін көріп, қалай жасалу жолын барлығын көріп алсаңыздар болады. Шын мәнісінде өте дәмді болып шықты. Хаттама сияқты, және де бір пияздың керемет дәмі бар. Ешқандай да ащы, ондай дәм сезілмейді. Және де осы дайын болған конвертімізді біз майға қуырып аламыз. Сондықтан пияздың ешқандай дәмі сезілмейді. Бір керемет дәмді болады. Жасап көрсеңіздер болады.
Осылай дайындап алған соң табамызға кішкене ғана сұйық май қосып құйып, және де осылай біздің конвертиктерімізді қоратын боламыз. Осылай саламыз, және де астын пәсейтіп төменгі отқа қойып, және де екі жағынан 10 минуттай қуырамыз. Осылай аударған соң бетін жауып қоюды ұмытпаңыздар. Және де екі жағы осылай видеодағыдай қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Және қуырып алған соң біздің салфеткаға қойып, артық майын сорғыту үшін салфеткаға қоямыз. Арасы толықтай піседі, еш уайымдамаңыздар. Және де астын жай қойып 5 минут, 10 минут қуыруды ұмытпаңыздар. Осындай керемет луковый конвертики шығады. Баршаңызға жасап көруге кеңес беремін. Менің видеомда соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдырып, менің қолдап кетіңіздер. Баршаңызға рахмет.